Сәлем, қалайсыздар? Бізде аққылау бүгін пысықтығы ұстап, вафли пісірді анашым мынандай қып күшті қып стол жасап қойыпты. Қарасаңыздаршы, вафли с джемом, клубничный джемом, мынау шоколадпен, мынау балмен, еще мынандай шай қойып, күштілеп анашым шақырып, еще куроми баласаға дайындап берді, куромимен дайындап берді. Қарасаңыздар, соған бөлек қып. Нан отсын қара жеп. Қылау, рахмет. Алла разы болсын жаным, денсаулығың мықты болсын. Бізге осындай полдник жасап берді Қылау. Күштілеп, мынау бал, мынау клубничный джем мен бельгийский вафли. Рұқсат берсең, кімге жасап бердің? Мен бұған көп рұқсат бермеймін, потому что сабағына әсер етеді деймін. Бірақ бұлған тәтті пісіру, осындайлар жасау бұның хоббиі, ең жақсы көретін ісінің бірі. Бұл осындай жасыз айтады ғой, демалам дейді. Шынымен ба? Демалам, мен анашым, мен шаршамаймын ондай жұмыстан, мен просто демалам дейді. Жарайды, бүгін бір сондай хоббиің жасаш, демалсаң демалшы деп рұқсат бердік. Зато мынандай күштілеп шай ішіп отырмыз, қараңыздар. Өзімнің любимый стаканым. Анда шоколад пен бельгийский вафли с джеммен, балмен. Күшті, прям зор кетіп жатыр. Мен бельгийский вафлиді өте қатты жақсы көремін, достар. Әсіресе үстіне, осылай шоколад пен и жаңағыдай не қосып берсе, жаңағы фруктовый, жаңағы клубника, сондай қосып берсе, вообще шикарно болады. Енді Қылауда ондай болған жоқ. Өзінде бар, мен жасап берді. Қараңыздар, соның өзі қандай күшті. Ерде бір тысқан жер кішкентай.